Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз лаваштан тіске басар жасаймыз. Ол үшін үйлеріңізде лаваш, фарш және де сыр болғаны. Осы үшеуінен өте дәмді тіске басар жасайтын боламыз. Қарасаңыздаршы, мына жерде біздің тіске басарымыздың суы шығып, сыры еріп әдемі болып көрініп тұр. Ал ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен бізге керегі сыр. 250 грамм сырды үкіштен өткіземіз. Және де достар, осы тіске басарға сыр көп қосқан сайын дәмі өте дәмдірек болады. Сол үшін де сырды аямай қоса беріңіздер. Ендігі кезекте бізге керегі 300 грамм фарш. Сосын осы фаршымызға өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қосыңыздар. Менде бұл жерде паприка, тұз және де бір жұмыртқа қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей, мына жерде фаршымызды жақсылап тұрып араластырып болдық. Ал ендігі кезекте бізге керегі 2 штук лаваш. Қазірше біз 1 штук лавашымызды ашамыз. Сосын еріген сары майды лавашымыздың барлық шетіне жағып шығамыз. Достар, қайталап айтамын, бұл жерде біз еріген сары майды жағып шығамыз. Лавашымыздың барлық шетіне сары майымызды жағып болған соң, келесі кезекте үкіштен өткізілген сырымызды сеуіп шығатын боламыз. Достар, бұл жерде сырдың почти барлығын себіңіздер, кішкене ғана бөлігін алып қойыңыздар. Оны біз тіске басардың бетіне себетін боламыз. Сырымызды сеуіп болған соң, енді екінші лавашымызды осы лаваштың үстіне әкеп қоямыз да, ерітілген сары майымызды лаваштың барлық шетіне жағып шығатын боламыз. Ал келесі кезекте 300 грамм фарштың кезегі. Осы фаршымызды лавашымыздың бетіне тегістеп шығатын боламыз. Яғни, мына видеода көрсетілгенде қасықтың көмегімен жағып шығамыз. Достар, бұл жерде фаршты лаваштың барлық шетіне орналастырып шығыңыздар. Ал ендігі кезекте бұл жерде өздеріңіздің қалаған көк шөптеріңізді қоссаңыздар болады. Мысалы, укроп, пияз қоссаңыздар болады. Ал енді достар, осы лавашымызды орайық. Мына видеода көрсетілгенде қайталаңыздар. Және де бұл жерде лаваштарыңызды қысып тұрып ораңыздар. Тіске басарымызды пергамент қағазы төселген ыдысымызға орналастырамыз. Ал енді осы лавашымыздың үстінен біз жұмыртқаны жағып шығатын боламыз. Осы жұмыртқаны лавашымыздың барлық шетіне жағып шығыңыздар. Пеште пісіп болған соң, біздің осы тіске басарымыздың беті қызарып тұру үшін барлық шетіне жағып шығыңыздар. Енді осы тіске басарды қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минутта пісіреміз. Мінекей достар, 20 минут өтті. Қарасаңыздаршы, біздің тіске басарымыз қызарып, әдемі болып пісіп шықты. Енді біз қайтадан осы тіске басарымыздың үстінен ерітілген сары майымызды жағып шығамыз да, осы май жағылған жерге сырымызды сеуіп шығатын боламыз. Осы кезде тіске басарларыңыздың бетіне мак пен кунжутты араластырып сеуіп шықсаңыздар болады. Бұл әрине өз қалауларыңызда. Тіске басарымызды қайтадан пешімізге саламыз да 5-10 минуттай ұстаймыз. Яғни бұл жерде біздің сырларымыз еру керек. Мінекей достар, қараңыздар, біздің тіске басарымыз дайын болды. Енді осы тіске басарымызды ыстықтай кесіп, дастарханымызға қоямыз. Достар, бұл біздің лаваштан жасалған тіске басарымыздың дәмін енді айта алмаймын. Сөзбен жеткізу мүмкін емес. Өте дәмді болып шыққан. Біздің бұл жерде қамырымыз қатпарлы, етіміз сулы және де сырлы болып тұр.
Осы лаваштан жасалған тіске басарды міндетті түрде жасап көріңіз. Сіздердің отбасыларыңызға, достарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Достар, сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің осы YouTube каналымнан қандай тәттілердің немесе салаттардың рецептісін көргілеріңіз келеді, комментарияға жазып қалдырыңыздар.